бұл стереотиптер қақтығыстарды тудырады. Ой, жігітіңмен таныстырма, басқа қыздарды алып кетеді. Ой, әйелдер бәрі кінәлі. Сен нені қалайсың? Туфлиді таңдайсың ба, сандалиді таңдайсың ба? Сол арқылы сапарың қызық болады. Жаңағы патриархатты қатыгез формада қабылдамау. Сол жаңа патриархатты матриархатқа алып келген кезде ол Барбидан айырылған сәтке жетеді. Біз қайдан білеміз оны? Сұрақ қою арқылы. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адамдар және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем. Сәлем, Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Бүгін біздің киномыз, айтатын әңгімеміз Барби кинофильмі. Сол туралы айтайық, әңгімелесейік, ал сіздер жазылыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, саналы лайктарыңызды қойға ұмытпаңыздар, біздің әңгімемізге қосылып, осы белгілі әлемге танымал киноны басқаша көруге тырысайық. Барби. Қалай, ұнады ма саған? Өте ұнады, өйткені кино бір жеңілтек болып көрінгенмен, бірақ дегенмен терең ойға шақырады. Бұл жерде көптеген әйелге қатысты, ер адамдарға қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Сол жеңілтек оймен ғана қарамай, психологиялық тұрғыда талқылап көрейік, барынша көрсетіп көрейін. Сен бұл киноны, мен білем, сен оны кинотеатрда көрдің. Бәрі әлем шулап жатқан кезде, Барби деп қырылып, бөлесіп, ашуланып жатқан кезде. Біреуге ұнау, біреуге ұнамау деген бір өзі бұл қызық, өзі бір осы кино сондай қызығу тудырды. Бұл кинофильм бізге де қызық болып қалды. Өйткені бұл жерде бір жағынан матриархат пен патриархаттың киносы жайлы деп ойлаймыз, бірақ негізінде бұл жерде Барбидің өзінің тануы, өзін-өзі тануы. Сонымен қатар Кеннің кім екенін, шешім қабылдауға қабілеті бар екенін түсіну. Неге дейсіз ғой, мысалы, егер психоаналитика жағынан қарайтын болсақ, бұл әр әйелдің өзінің бір деңгейі болады. Бірінші деңгей ол Ева. Бұл жерде әйелге аналық қана роль беріледі. Екінші деңгей бұл жаңағы Дева Мария дейміз. Ол жаңағы әйелге сексуалды объект ретінде, романтизм ретінде берілетін деңгей. Үшінші деңгей ол жақсы серіктес болу. Төртінші деңгей ол әйел өзі көп тәжірибе жинаған, кәдімгідей дана кезеңіндегі әйелдің рөлі. Бұл енді психологиялық прототиптер дейміз ғой. Юнгпен, Юнгтың архетипі бойынша. Соны осы Барбида сен көріп қалдың. Бұл жерде бұл кино екінші деңгейде басталады. Барби кәдімгідей көз тартарлық сексуалды объект ретінде ғана көрінеді. Кәдімгідей санасы жоқ сияқты адам ретінде көрінеді, бірақ дегенмен бұл жерде үлкен бір жолды көріп тұрмыз. Сәт неден басталады? Барбидің қозғалысы дейміз ба? Ребят, а вы думаете о смерти? Бір кеште билеп жүрген кезде ол өлім туралы ойланады. Сол сәттен бастап ол деген
өзінің кемшіліктерін байқай бастайды. Целлюлит, табаны деген тегіс екенін байқайды. Сол кезде іштей бір нәрсе сынып қалған сияқты болады. Қуыршақ сынады. Сол кезде енді адам жауап іздейді ғой, неге болай, неге мен оны ойлап кеттім, бәрі күшті еді ғой деген сияқты. Ол деген Барбилендтағы біртүрлі бір Барбиға жолығады. Біртүрлі деген кезде ол деген кәдімгідей Барбилендте тұратын мінсіз Барби емес, кәдімгідей шашы алба жылба үйреніп қалған Барбиға ұқсамайтын қуыршақ дейміз ба. Сол кезде сол біртүрлі Барби айтады. Значит, я... Ну, что выберешь? Можешь вернуться к своей обычной жизни и забыть все это как страшный сон. А можешь узнать правду о Вселенной. Сен нені қалайсың? Туфлиді таңдайсың ба, сандалиді таңдайсың ба деген сияқты бір таңдау жолын ұсынады. Каблукты таңдаған кезде, өкшесі бар аяқ киімді, ол деген сен өміріңе қайта оралу, мінсіз өміріңе қайта оралу дегенді білдіреді. Екіншісі ол жаңа әлемге сыртқа барып көру. Бірақ дегенмен бұл жерде иллюзия ғой. Сыртқа бұл жерде таңдау жоқ, бәрібір кез келген адам бір тығырыққа жолығады. Бірақ дегенмен Барби жаңағы сандалиді таңдап жолға сапарға шығады. Ол кезде егер сол эпизодты алсақ, менің есімде ол Барби ол айтады, жоқ, мен сандали таңдамаймын дейді. Мен өмірімді өзгерткім келмейді. Сонда бір қызық нәрсе өзім ойлаймын да, таңдау бар ма нәрсе, жоқ нәрсе ма? Өйткені бәрібір өмір өзі сені бұрады. Өзі сенің таңдауың бұл өмірдің таңдауымен сәйкес келмеу мүмкін. Бірақ өмірдің таңдауы бәрібір сен сол жолға шығасың. Сонда бірақ тағы бір ойым бар. Ол шынайы таңдау, ол не деген сөз? Өйткені мысалы біз көреміз Барби. Оған айтып тұр, сен мынаны таңдайсың ба, сандалиді, немесе бұрынғы өміріңді таңдайсың ба? Ол айтады, мен бұрынғы өмірімді таңдаймын. Ол сөзбен айтқан нәрсе. Бірақ ішіндегі шынайы нәрсе басқа болуы мүмкін. Сонда, мысалы, егер Барбиді алмасақ, өзімізді алатын болсақ, мені, егер бізге айтса, сен мынаны аласың ба, алманы аласың ба, апельсин аласың ба дейсің. Сен айтасың, мен енді апельсинді кеше жедім, алманы алайын дейсің, мысалы. Бірақ ішінде сен апельсин жегің деп тұр. Бірақ сонда мен саған мысалы апельсиніңді беремін. Сөзіміз ішкі нәрсемізге сай болуы мүмкін емес. Сондай да нәрселер болады. Сондықтан да менің ойым Барбидің ол сандалиді таңдағысы келді. Бірақ қорқыныш. Әрине, ол деген қорқынышты нәрсе. Өйткені біз деген ананың құрсағында болған кезде ол кәдімгідей мінсіз жұмақ әлем. Туылған кезде бізді кәдімгідей нағыз өмірге итермелегендей, кәдімгідей жаңа бір шынайы өмірге келеміз. Сондықтан да әрі де адамның өмірін қарастыратын болсақ, ана кіші кезден подростковый возрастқа өткен кезде де біз кәдімгідей тағы да біз жаңа кризиспен кездесеміз. Солай болып кете береді. Осы жерде де Барби сол психологиялық тұрғыда адамның өміріне сәйкес әртүрлі өзгерістерге байланысты, жасына байланысты, рөліне байланысты сондай түрлі дағдарыстан өтетінін көрсетеді. Тебе пора. Может, я останусь у тебя? Зачем? Но мы же встречаемся. И что будем делать? Бұл жерде айтпағым, екінші кейіпкер ол Кен. Кен бұл жерде кәдімгідей Барбидің плюс бір адам ретінде жалғасы сияқты көрінеді. Ол өзінің кім екенін білмейді, бірақ бір жағынан бойфренд сияқты, бірақ бойфренд та емес сияқты. Кешке бір эпизодта бар ғой, мен қалсам бола ма дейді. Ал біз не істейміз? Мен білмеймін дейді. Екеуі де кәдімгідей инфантильді позициядағы екі жұпты көріп тұрмыз. Бірақ егер осы именно киноны алатын болсақ, бұл жерде Барби мен үшін тұрақты кейіпкер сияқты.
Ал Кен ол енді шыны керек ол білмейді, не қалағысы білмейді, не істерін білмейді, қайда барғысы келетінін, жақсы көре ма жақсы көрмей ма. Ана айтылған сөзі не істейміз білмеймін. Бұл бірақ білмеймін деген ол да бір позиция ғой. Позиция өйткені жаңағы архетиптарға байланысты айтқаным, киноның басында көреміз ғой, кішкентай қыздар куклалармен ойнайды, қуыршақтармен. Сол кезде олар деген кәдімгідей ана мен баланың арасындағы әрекеттерді көрсетеді. Сондағы фильмнің мағынасы осы өмірде әйелге қатысты тек қана аналық роль бар екені сияқты көрінеді, бірақ сол сәтте Барби пайда болады. Ол келесі архетип сияқты. Иә. Сол кезде енді адамдардың арасында іштей әртүрлі ойлар пайда болады. Что ты тут делаешь? Я еду с тобой. Нет, вылезай из машины. Не могу. Я поспорил с крутым Кеном. И я не хочу выглядеть не круто перед ним. Мен кіммін? Мен не істеп жүрмін? Менің мақсатым қандай? Менің өмірдегі рөлім қандай деген сияқты. Сол кездегі әрі қарай айтып кететін болсақ, жаңағы Кеннің ең басты проблемасы ол махаббатқа лайық жаңағы Барбидің көңілін аудартқысы келеді. Бір жағынан оны қалай жасайтынын білмейді, өзіне деген құрметті қалағысы келеді, бірақ оны қалай алатынын түсінбейді. Сол кезде Барбимен қосылып, мен десе мен барайыншы деп, ол да бір трансформацияға бет бұрады. Өзінің сұрақтарына жауап іздейді. Иә. Ол бір егер енді біз Барбины бүйтіп қоя тұрсақ, Кенді алатын болсақ, бұл жерде әр кейіпкер өзінің дағдарыстарын басынан кешеді. Әркімнің өзінің бір өмір болып жатады. А это? О, у меня был такой домик. Кен? Что ты творишь? Что это на тебе? Не спрашивай, малышка. Енді ол Кеннің сұрақтары Барбиден көбірек сияқты бола ма? Қалай ойлайсың? Көбірек, өйткені ол деген өзінің кім екенін түсінбейді. Мен Барбидің жалғасымын ба, мен кіммін? Мені өз өмірімде шешім жасай аламын ба, жасай алмаймын ба? Бұл жерде кәдімгідей Барбидің қолындағы қуыршақ сияқты да. Сол кезде жаңа әлемге келген кезде ол деген вау, ер адамдар осындай болады екен ғой деген сияқты патриархаттың басқа бір формасын көреді. Сол кезде жаңағы Барбилендқа аттарды алып келіп, денесін бір шынықтырып, кәдімгідей агрессивті түрдегі бір патриархаттың көрінісін сол жерге алып келеді. Бұл жерде айтпағым, Кеннің жаңағы қисық түсінігі патриархатта құрметке ие болу үшін еш нәрсе жасамау керек сияқты болып өзіне сондай бір сана сезімінде сондай ой туады. Бірақ дегенмен сол жаңа патриархатты матриархатқа алып келген кезде ол Барбидан айырылған сәтке жетеді. Өйткені бұл жерде не айтқым келеді? Біз бір нәрсені жасаған кезде кейде қатты әсерлетіп жібереміз да, көп күш салып, немесе оны қисығынан түсініп, қисығынан енгіздіріп деген сияқты. Сол сәтте екеуі де өзінің трансформациясынан жеңіледі дейміз ба. Сол кезде жаңағы Барби тағдарыспен кездеседі, ол жаңағы мұң, горевание процесі. Оны қазір тоқтай тұрайық кішкене. Оны қайтадан тағы. Какая красивая песня. Сам написал? Да. Хочешь послушать? А я пока буду напряженно смотреть тебе в глаза 4 минуты. Біз осы Кен туралы, сол Кеннің трансформациясы деп айтамыз, жарайды. Ол басқаша. Ол айтты, мен мысалы менің өмірім осылай болды, мен оған қанағатсызбын, басқаша көргім келеді, көрді, осылай боламыз десе, осыны қайталады. Ол да бірақ ол ішкі дүниесін бір бақытқа алып келмеді. Өйткені Кен не істеп тұр кинода? Ол жаңағы өмірді көрді ма? Copy-paste. Бірақ
ішкі сезіммен байланыстырған жоқ та. Мысалы копи-пейстті жасағанның өзінде де, мысалы атқа мінді, денесін шынықтырды, басқа киім кие бастады. Бірақ сонымен қатар сол кезеңде де ол өзінің конкуренттеріне тағы да ие болды да. Жаңағы пляждағы көріністі айтатын болсақ, өлең айтатын романтикалық бір сәтті елестететін болсақ, оны да көшіріп алып жатқан басқа да ер азаматтарды көреміз. Мен мысалы қазір былай осы өзіме қызық бір ойлар келе жатыр да. Біз социальный мир дейміз. Бүйтіп көреміз. Қазір де мысалы сіздер телефон, компьютерден көріп отырасыздар. Сонда бір өзіне бір иллюзия пайда болады. Соны мен осылай қайталасам, маған да осындай бір нәрсе болады, әдемі үй болса, мен де сонда бақытты боламын деп. Бірақ осы кинода біз көріп тұрмыз, көшіру ол тек қана бірінші слой ғана. Оның ішінде тағы көптеген процесстер бар. Оларға тек қана сол автор ие болады. Сондықтан ол осындай аяғында осындай неге алып келеді. Бақытты деп біз көреміз. Бірақ ол бақыттың артында деген өте көп жұмыс бар. Мысалы, бүгінгі күнде жаңағы Инстаграм, басқа әлеуметтік желілерді алатын болсақ, көптеген адамдар соларға еліктегісі келеді. Не киіп жатыр, не ішіп жатыр, қалай көрсетіп жатыр өздерін, мысалы байлыққа, түрлі нәрселерге құмар болып тұрады да, өздерінің өміріне бір қанағаты жоқ болып депрессияға ұшып кетеді. Бұл жерде де бұл киноның айтқым келетіні, Кеннің жаңағы жасаған іс-әрекеті, жаңағы сыртқы өмірден алынған идеяны өзінің өміріне енгізіп, бірақ басқа дағдарысқа ұшырайды да. Сол кездегі ішкі дүниеде не болып жатыр, мен не сезіп тұрмын, бұл менің қалайтын нағыз қалауым ба, қалауым емес па, бұл деген сырттан келген зат па, әлде менің ішкі дүниемнен туылған зат па деген сияқты сұрақтарды қою керек та. Мысалы, көптеген адамдар енді өздерінің күнделікті өмірін бағаламай, басқа адамдардың өмірін көшіргісі келеді. Соған көп назар аударады. Өзіне қарамай, басқа біреудің өміріне, басқа біреудің терезесіне, сол жерге өзінің вниманиясын, назарын аударады. Содан жаңағы Кен, мысалы, қарапайым адамды алатын болсақ, Кен жаңағы Инстаграмдағы болып жатқан өмірдегі ол Барби дейікші. Сол Барбиға аузы ашылып, қарап, үңіліп отыру. Бұл енді тағы осындай бір сөз келеді, стереотип дейміз ғой. Стереотиптер, бұл стереотип деген өзі, егер қарайтын болсақ, бұл мысалы бақытты болу, ол да бір стереотип болып қалды қазір. Мысалы, бақытсыз болсаң, бұл бір күшті тамақ жеу, күшті жерлерге бару. Бәрі бақытты болу керек, бәрі жерде бәрі бай болу керек, бәрінің өмірінде гүл болу керек деген сияқты. Бұл бәрі стереотип болып қалды. Стереотиптер, біз осы киноны қарайтын болсақ, бұл стереотиптер қақтығыстарды тудырады. Біз оны көреміз аяғында. Кәдімгі екі әлем дейік. Әйел әлемі, еркек әлемі бір-біріне қарама-қарсы болып қалды. Өйткені, мысалы, бізде не дейді? Ер азаматтардың проблемасы негізі олар ойлайды, мен тек ақша табуым керек болды деп. Бірақ ішкі дүниесі не болып жатыр? Ол деген ішкі сезіммен қосылмаған адам күнделікті өмірді қалай сүреді? Ол бос, пустышка. Ал әйел адамдарды айтатын болсақ, бұл жерде ол да сезіммен қосылу, өзінің идентификациясын табу. Мен әйелім ба? Әйел ретінде мен нені қалаймын? Мен қандай болашақты көргім келеді? Мен мақсатым қандай деген сияқты сұрақтарды қою. Стереотип демекші, жаңағы патриархаттың өмірі матриархатқа қосылған кезде, жаңағы кинода, мысалы, өмірде не дейді? Ой, жігітіңмен таныстырма, басқа қыздарды алып кетеді. Ой, әйелдер бәрі кінәлі. Егер ер адам басқа әйелге кетсе, ой, сол оңбаған қыз деп айтады. Бірақ негізі бұл жерде еркектің бір қатысы жоқ сияқты да. Бірақ негізінде үңілетін болсақ,
әрекеттің барлығын кім жасап жүрген? Жоқ, енді мен сенімен келіспеймін. Келіспей қой. Мен келіспеймін, өйткені бұл жерде бір ғана біреу кінәлі деп айтуға болмайды, менің ойымша. Бұл деген көптеген іс-әрекеттердің нәтижесі. Әрине, бірақ бұл жерде әйел, еркек, әркім өзінің бір дұрыс таңдауы, дұрыс емес таңдауы осындай нәрсеге алып келеді. Бұл жерде мен бірақ бұл жерде стереотипті айтып тұрмын ғой. Мысалы, кінәлі емес, бірақ жаңағы көбінесе қалай ойлайды? Ол сөйтті ма, значит, сен өз-өзіңе қарамай жүрсің. Ол сөйтті ма, значит, ол бір жақты ғана ракурс қой. Стереотип қой. Стереотип. Айтып тұрғаным стереотип. Мысалы, әйел кінәлі, сен дұрыс мотивация беріп жатқан жоқсың, сен жеткілікті күшті емессің, сен үйде отырып қараңғы болып кеткенсің деген әңгімелер ғой. Ол енді біз әлі үйренбегенбіз көп ойға. Бір ғана бір векторға ғана арамыз. Біз тек қана егер лампа болса, міне лампа тұр ғой, ол тек қана мына мысалы былай свет өшті, былай мына жаққа деген сияқты түсіп жатыр. Ал біз әлі ондай ойға үйренбегенбіз. Бізге ыңғайлы осы кінәлі, осылай істеу керек еді. Бұл стереотип. Ыңғайлы деген кішкентай қораптағы бір сол мөлшердегі ойлану процесі ғана. Сырттан шығып оны ойламау. Мысалы, тағы да бір айтқым келгені, жаңағы мысалы мен ер адам ретінде өзімді қазір сезінетін болсам, маған мен ашуланатын едім, мені әйел мотивировать ету керек деген әңгіме болса. Мен неге өз-өзімді қолға ала алмаймын? Ол деген өте бір төмен деңгейдегі ой деп ойлаймын да өзім. Неге мені әйел оны қызықтырып, әрдайым бір күш беріп тұратын болу керек деп. Ішкі күшті мен өзімнің ішімнен табу керекпін деп, ер азамат ретінде мен солай шешетін едім да. Әйел ретінде де солай, мысалы, байланып қалмай, білім алмай, үйде отырып қалмай емес, мысалы, өзімнің қызығыма байланысты өзімді дамыту. Мысалы, мен үйде дамымай отыру емес, үйде де сәтті бақытты әйел болуға болады. Жасаған дүниелерің, үйдегі жасап жатқан комфортты сезімді тудырудың өзі қандай үлкен бақыт деп ойлаймын да. Ол дұрыс, сенікі дұрыс. Ол бірақ бұл жерде бір нәрсе бар, менің ойымша. Біз айттық, осы қорап деп айттың сен. Бір адам өзі, мысалы, күнде бір нәрсе болып жатады. Қайталай береді. Бір жағынан біз ойлаймыз, осы менің өмірім бір қызықсыз. Біз айтып жатырмыз, стереотип бар. Ана жақта қараймын, мына жақта қандай әдемі күшті өмір болып жатыр. Менің өмірім қызықсыз. Мен күнде бір нәрсе істей берем, қайталай береді деп. Бірақ әркімнің өзінің қолында, мысалы, бар Кастанедада да бар сол. Өздеріңіздің маршруттарыңызды өзгертіңіз. Ол, мысалы, менің балам бар, мен мектепке апарам. Мен күнде апарам ол мектепке. 3 жыл болды, мысалы, қанша 3-ші класста, 4-ші класс, 2-ші класс, 2 балам бар, 2 ұлым бар. Сонда мен өзіме айтам, осы жолмен күнде өтем. Мен басқа жолмен өте аламын ба деп. И басқа жаққа бұрылып кетем. Қандай күшті. Ол, мысалы, бір кішкентай нәрсе сияқты ғой. Бірақ басқаша сосын бір нәрсе пайда болады. Сондықтан сенің айтқаның айтам да, мен өзім өмірім қызықсыз емес деп ойламау, ал мен осы менің өмірімді мен қалай қызықтыра алам өзім, өз қолыммен қалай оны істеймін. Ол өте үлкен еңбек та. Мысалы, енді бақыт іздеген адам, мысалы, аш адам деп ойлайықшы. Бірақ ол аш адам бір өзінің жеткілікті түрде бір санасы жетпегеннен ба, мысалы, жаңағы бақытты сырттан іздейді да. Ол іште іздеу керек. Бірақ сыртта саған қандай мөлшерде, қанша грамм сол махаббат, бақыт қанша керек? Оны ешкім білмейді. Қанша берсе де сен оны түсінбейсің, өйткені жауап іште да.
ол басқа адаммен салыстыра алмайсың. иә Сен ол индивидуальный нәрсе ғой, былай қарасаң, эксклюзивті, қанша бақыт керек екен. Ал енді қайтадан Барбиға қайтып келсек, біз мысалы көрдік, бұл жерде стереотиптер біздің осы қақтығыстарға алып келді. Бақытты болмады. Кен де бақытты болмады, Барби де бақытты болмады. Сол кезде осы сен айтып кеткен мұң процесі. Иә, мұң процесі. Ол да бір керек нәрсе. Иә. Одан қашуға болмайды. Адамдар қорқады. Мұң нәрседен қашу керек. Мен күнделікті күлкілі болу керекпін. Ал бұл мұң нәрсе деген ол кәдімгі адамның табиғатына сай нәрсе. Мен мысалы ойлаймын, біз табиғаттың тумасымыз. Ал егер мысалы біз табиғатқа қарайтын болсақ, біз көреміз, жаңбыр жауады, бұлттар пайда болады, жаз бітеді, күз басталады. Күз басталады. Сонда біз ол жаңбыр жауғанда қандай күшті жаңбыр, мынандай жел. Біз табиғатты жақсы көреміз, оның әртүрлі өзінің құбылыстарымен. Бірақ өзіміздің құбылыстарымызға жоқ дейміз. Тек қана күн сәулесі, тек қана қызық болсын, мен әрдайым бақытты болайын деп. Бірақ бұл табиғатқа сай нәрсе емес, менің ойымша. Сондықтан осы біз көріп тұрмыз, Барбидің көңіл күйі түсті, жаңбыр жауды, бұлттар үстінен пайда болды. Дұрыс айтасыз, негізі жаңағы қайғыру, мұң процесі негізі әр адамға керек нәрсе да, өйткені бәрі тез-тез қашып кеткісі келеді мұңнан да. Бірақ мұң деген не үшін қажет? Мысалы, кішкентай бала ойыншығын сындырып алса, ол жылайды. Ананы қалпына келтір, жаңа ойыншық сияқты қайтадан орнына келтір деп айтады ғой. Сол кезде бірақ оны қайта-қайта сатып алып беріп, ата-аналар әрекет жасаса, әрине ол бала өзінің мұнымен кездеспейді. Ол деген сол фрустрацияда қалып қояды да. Үлкейген кезде, есейген кезде, ол тек қана бір нәрсенің басқа орнын жабатындай бір зат іздейді. Жаңағы табиғаттың құбылыстары демекші, мысалы, жаз деген мәңгі емес қой. Жазда аяқталады. Бұл да қайғыру процесі. Күз басталды ма, ол бітісімен қыс басталады. Бұл жердегі Кублер-Росстың 5 кезеңі бар. Біріншісі ол қарсылық білдіру, шок процесі, екіншісі ол ашу, үшіншісі саудаласу, төртіншісі депрессия, бесіншісі қабылдау. Ты такая красивая, такая умная, и мне больно от того, что ты думаешь, будто недостаточно хороша. Сол барлық процесстерді жаңағы біздің екі басты кейіпкеріміз басынан кешіп отыр. Мысалы, бірінші кезеңде қарсылық білдіргенде менің Барбилендімді не істеп жіберді, мүмкін емес, кім бұны жасады деген сияқты бір шок сәт. Екінші сәт, Құдай мені неге осылай жазалап жатыр, бұл мүмкін емес, мен ашулымын, неге кен бүйтті, неге сөйтті деген сияқты екінші процесс. Үшінші процесс, мүмкін көзімді жұмсам, или өкшесі бар аяқ киімді таңдасам, мүмкін мен мінсіз өмірге қайта ораламын деген сияқты саудаласу процесі. Төртіншісі сол депрессия. Барби депрессияға түседі. Менің көзімнің алдында қазір сол эпизод Барбидің былай жатады ма? Былай жатқаны, былай. Бәріміз білеміз осындай, бәріміздің басымызды өткен шығар енді. Өткен болса жазыңыздар, айтыңыздар, әркім бөлісіңіздер, қорықпаңыздар, өйткені біз ойлаймыз енді, айтып кеттік қой, оны мен ойлаймын, бәрімізде де өткен нәрсе ол. Осылай еш нәрсе істемеу, ешқандай жерге, ешқандай құбылыстарды жасамау, бір қалыпты сияқты бір нәрседе болу. Бірақ, мысалы Барбиді алатын болсақ, мен өзім ойладым, осындай статика нәрседе өте көп құбылыстар болып жатты. Бізге көзімізге келмейтін нәрсе. Біз оны көрмейміз, бірақ іште бұл жерде деген кәдімгідей, өйткені біз тек қана мысалы былай отыр. Бірақ мына жақта қан құбылыстары, енді дененің, жүректің, ойдың
өте көп процесстер болып Иә. жатады. Иә, әрине. Бұл жерде енді депрессиядағы адам енді жылайды ғой, күрсінеді, уайымдайды. Бірақ көбінесе біздің өміріміздегі адамдарды алатын болсақ, көп адамдар андай мұңнан қорқады. Сол мұңды сезінбес үшін түрлі нәрсеге барады да. Мысалы, өз-өзін қуантқысы келеді, тәтті жейді, тамақ жейді түрлі, немесе ішімдікке беріп кетеді. Біреуі спортқа қатты ұрынып кетеді, жұмысқа ұрынады деген сияқты көптеген процестері. Алданып қалып, бір алданатын нәрселерге. Иә, бұл деген мұңды сезбес үшін сублимация жасау ғой. Сублимацияны қайдан табамыз? Енді көзге көрінген қол жетімді нәрселер арқылы адам өз-өзін алдайды. Бір жағынан әрине бұл деген жақсы процесс, өзіңді жұмысыңды жасап, оны ары қарай жетелеп деген сияқты. Бірақ мен бұл жерде трудоголизм деген бір қатты андай күні-түні ұйықтамай оны беріп сен кетуді қалай айтамын. білесің? Мысалы, біз өзімізге алдаймыз ғой. Мен ойлаймын да, енді бір мен қазір өзімді алдап жүрмін ба, әлде мен әбден жерге түспес үшін құбылыстар жасап жатырмын ба деп. Біз қайдан білеміз оны? Сұрақ қою арқылы. Кино көру арқылы деп. Тіпті мен мұңды сезіп жатырмын деген айтудың өзі бір уже жетістік та. Мысалы, мен қазір ашулымын. Өйткені анау уақытында такси келген жоқ деп. Сол үшін мен кешігіп қалдым деген сияқты. Дәл сол кезде өтетін эмоция. Иә, өйткені біз деген оны кешпесек тұрып қаламыз да. Мысалы айтайықшы, ер адам бір ақшасын жоғалтып алды дейікші. Егер 10 жыл бойы соны айта беретін болса, значит ол мұң процесінен өте алмаған. Қайта. Или мысалы жаңағы бір үлкен адамдардың арасында отырған кезде, ой, біздің СССР кезімізде деген әңгімелер қайта айтыла береді. Немесе жаңағы мемлекетте де лауазымды орындарды басқарып отырған адамдар өзгерген кезде де адамдар қабылдай алмайды ғой. Неге ол келді, анау жақсы еді ғой, мынау жаман, анау жаман деген сияқты ішкі қабылдау жоқ. Сол мұң процесіндегі қадалып тұрып қалған адамдардың психологиялық проблемасы. Ал Барбиға келетін болсақ, ол не істейді? Ол жылайды, қайғырады және 5-ші деңгейге жетеді. Ол қабылдау процесі. Бұл қабылдау процесінде ол жаңа стратегия ойлап табады. Қандай дейсіз ғой? Сестринство деген бар ғой. Жаңағы Барбилендті қалпына келтіру үшін, өздерінің орнын қайтадан талап ету үшін, жаңағы әрбір Барбиді алдап-солдап бір-біріне шақыртып, сөйлесіп, сол арқылы, қолдау арқылы Барбилендті орнына келтіреді. Барби өзінің ішкі күйзелісінен шығады. Ол енді қазір Барби, мен есімде бұл жерде Барбиді шығарған шынайы өмірден келген екі кейіпкер. Сонда мен қазір ойым былай, біз айтып жатырмыз, мұңнан қорықпаңыздар. Бірақ шын енді керек, айту керек, оны ой жерде де тұрып қалу мүмкіндік бар. Содан қорқады адамдар. Депрессия деген ол енді кәдімгі бір ауру дейді ғой, енді ол айтылған нәрсе. Күйзеліс. Иә, күйзеліс. Сондықтан бұл жерде егер осы киноны алатын болсақ, бір-бірімізге адам болған қалай дұрыс нәрсе екен. Иә. Өйткені өзің бұрында біз айтамыз енді бұл өзіңе қара, өзің істе, өзіңді шығар. Бірақ егер Барбиді алатын болсақ, біз көріп тұрмыз, ол Барбидің басқа жоспарды таңдағаны, ол басқа адамның қолымен көтерілген. Басқа адамның қолымен көтерілген деген жаңағы шынайы Барби, қызы бар әйелді алатын болсақ, бұл деген енді көшірмесі ғой.
Ол да дағдарыстан шығып жатыр. Жаңағы қызы подростковый возрасттағы қыз сонымен қарым қатынасты түзей алмайтын бір процесте жүрген әйелді көреміз. Ол өзінің проблемасын шешеді, жаңағы сапарға шыққан кезде Барби өзінің процесіндегі өзінің проблемасын шешеді. Бұл жерде екі жақты жұмыс деп ойлаймын. Екінші жақтан бұл кинода не маңызды деп айтып жатыр, не маңызды нәрсені көрсетіп жатыр, бұл қолдау. Қолдау, иә. Өйткені адам өз бетінше проблемаларды шеше алмайды. Әрине, ұсақ түйек нәрселерді біз шеше аламыз, бірақ үлкен бір дағдарысқа шыққан кезде бізге қолдау өте қажет. Осы кинодағы режиссердің айтпағы осы деп ойлаймын өзім. Және де Барби Кенге де бір жақсы қолдау көрсетеді аяғында. Бұл қолдау деген саған біреу жақсылық жасаса, сен сол жақсылықты ары қарай басқа адамға жібересің. Бұл деген енді бір осындай үлкен ресурс қой. Иә. Ары қарай жүре беретін жақсылық айтады ғой, қазақтың бір жақсы сөзі, жақсылық көп болсын. Осы жақсылықтардан осылай қолдау көрсету, сөзбен біреуге көмектесу деген кәдімгі біреуге бір өмір құтқару болуы мүмкін. Сондықтан одан қорықпау керек шығар, иә? Әрине. Жақсы сөз айту, жақсы сөз жарым ырыс деген бекер айтылмаған сөздер ғой. Бірақ егер оған үңіліп қарасақ, бұл сөздердің ішінде кәдімгідей бір өте көп ресурс бар. Әрине. Өйткені бір басты адам екі басты болса, үш басты болса, әрине күш көп қой. Сонымен қатар іштей дағдарысқа түскен адам, ол ішінде дым жоқ, бос адам. Ешқандай күші жоқ, жігері жоқ. Сондықтан да әрине кімнің жігері бар, кімнің күші бар, соның қолдауына бөлісуге қорықпайық десеңші. Сол қолдауды сұрауды да үйрену керек деп ойлаймын өзім. Ол да бір бізге танымал нәрсе сияқты. Барбидің тағы да бір көрсеткен жақсы жағы, ол қолдауды сұрай алады осы кинода. Біз оны көріп тұрмыз, иә. Ана қисық біртүрлі Барбиға барған кезде де ол деген сұрайды, жауап іздейді ғой. Мен не істеймін? Мен сол ойлаймын, біз өзіміз қорқамыз, осы мен не істеймін, мен қайда барамын, менімен не болып жатыр деген сұрақтарға өзімізге де қорқамыз оны айтуға. Ал енді тіпті басқа адамға, ол басқа бір қайтадан біз оны ұят деген сөзге ұрынамыз да. Мен өзімді жаман сезінемін деген сөз ұят сияқты. Бірақ бұл деген эмоционалды сауаттылық қой. Егер сен өзіңнің сезімдеріңді білмесең, танымасаң, өз-өзіңді танығың келетін болса, әрине қолдауды өте жеңіл іздейсің, табасың. Бірақ сонымен қатар өмірде сонда қиыншылықтар туып жатса, әрине мүмкіндік болса терапияға бару керек деп ойлаймын. Өйткені терапия деген адамның өмірінде үлкен өзгерістерді, жақсы өзгерістерді көп алып келеді. Сондықтан да сауаттылықты арттыру керек деп ойлаймын. Мен мысалы, егер сіздер өздеріңізге қарап эмоционалды сауаттылық жетіспейді деген шынайы өзіңе жауап айтсаңыз, сонда ары қарай ол сұрақтарға басқа кәсіби маманды, кәсіби психологтармен ары қарай талқылауға болады. Бұл сауатсыз деп өзіңізге жаңағы клеймоны қоймай, бұл сөзге басқаша қарау керек деп ойлаймын да. Мысалы, біз деген машинаны үйренген кезде біз сауатсызбыз ғой, ең басында. Ол үшін бір маманды жалдап үйренеміз бірге. Сол кезде мен сауаттылықты арттырамын. Қосымша бір кітаптарды оқып, ережелерді оқып, жаңа жолдармен танысамын деген сияқты әңгіме ғой. Сол сияқты психологиялық тұрғыда адам деген бір энциклопедиямен өмірге келмейді. Білімге толып, біз деген осы өмірге үйрену үшін, білу үшін келдік. Сондықтан да бұл жерде адам өз-өзін шеттетпеу керек та. Керісінше жаңа білімге, жаңа нәрселерге ашық болу керек деп ойлаймын. Сол білімден қорықпау керек қой енді. Мен де өзім, мысалы, осы бағдарлама маған да бір
кәдімгі қалай испытание болады да кәдімгі, өйткені бірақ өзіңе болады, көрейін, қорықпайын, білмеймін деген сөзге я деп айтып көрейін. Өмір деген ол бір білім. Молодец. Сондықтан мен шын айтайын, енді бұл психологияны ішіне батпай, оны талқылау мүмкін емес. Сондықтан ол өз басыңнан өтеді. Бәрін, мысалы айтады ғой, психологтардың өздері көптеген нәрселерді шынайы өздері сезіп, соны жазып, Юнгты айтсық. Бүгін мысалы Юнгты айттық, да? Ол Юнгты білеміз, оның өмірі деген, ол да бір көптеген нәрселерден өткен. Әрине. Сондықтан қазіргі кезде дилетант деген сөзден қорықпау керек шығар. Мен өзім ойлаймын. Білмеймін деген сөзден қорықпау керек шығар. Содан адамды іздеу ол сапар ғой. Өзіңнің психологыңды табу ол сапар. Өзіңнің серіктес, өмір бойы бірге өмір сүретін адамды табу ол да сапар. Ол сапарда дұрыс адам табыла ма, табылмай ма, ол да бір тәжірибе. Ол бәрі бұл жерде бәрі сол арқылы сапарың қызық болады. Бұл жерде нақты результатқа ғана қарамай, жолға қарау керек та. Осы жолда мен қандай ләззат алып жатырмын? Бұл жолда менің мақсатым қандай? Егер менің осы стратегияларым жұмыс істемесе, қандай жаңа стратегияларды енгізе аламын деген сұрақтар ғой. Енді осы Барбиге қайтадан оралып келсек, менің бір ойым болып қалды. Қазір сенімен сөйлесіп жатырмыз ғой. Сіздің өзім ойлаймын да, адам деген өз өміріне кино сияқты деп қараса, ол былай қатты баспайды. Жеңілдеу болады. Мысалы, менің өмірім мына жақта былай болыпты, мына жақта қиындау болыпты, ал мына жақта көптеген қызық болыпты деген нәрселерге бір аналитика ретінде қарайтын болсақ, мүмкін біздің басқа сол біз айтылып кеткен ракурстарымыз пайда болады. Жаңағы стереотип демекші, бізден көбінесе басқа адамдардың өмірін көшіре отыра, сондай дағдарысқа тез түсіп кетеміз да, өзімізді сынап, қатты бағалап, қатал болып, сондықтан да өзіміздің өмірімізді кәдімгідей жаман бір деңгейге апарып жібереміз да, бірақ шынайы болған адам өзінің өміріне үңіліп қараған кезде басқаша бір тарих туындайды деп ойлаймын. Біз енді бұл киномыз біткен кезде біз көреміз таңдауы аяғында дегендей. Барбидің таңдауы аяғында болады. Содан мен өзім былай қараймын да, бұл жерде осымен бітпейді ғой бұл кино. Әрине бітпейді. Өйткені біз көреміз, бұл келесі бір қызықты сапары басталады Барбидің. Мен ойымша, Барби осы сапарды басынан өткізіп болғаннан кейін ол жаңағы аниманың 3-ші кезеңіне жетеді. Ол кезде Барби өзінің таңдауын, партнерын серіктес бір деңгейдегі адам ретінде танысып бастайды деп ойлаймын да. Іздейді ма сонда? Сол деңгейде адамдар кездескен кезде жақсы бір отбасы шығады деп ойлаймын негізі. Ал егер ол пісіп жетілмеген бір инфантильді позицияда екеуі не үшін бірге жүргенін түсінбей жатқан болса, әрине ол жерде ол басқа стадия ғой енді. Ол көп сұрақтарды тудырады да. Сол сияқты стереотип адамға көп андай қиыншылықтарды алып келеді. Мысалы, Инстаграмның өмірі бар, анау былай дейді, мынау былай дейді. Бұл енді сол ғой, біз көреміз пластикалық өмір және шынайы өмір. Осылай былай қарасаң, егер пластикалық өмірді бұл социальный сети деп қарастырсақ, мысалы, басқа версия сияқты да, мысалы, бұл пластикалық өмір, шынайы өмір. Сонда бұл бәрібір бір-біріне жатпайтын нәрсе. Бұл басқа көріп тұрған нәрсе, тек қана бірінші слой, бірінші фон ғана. Ұмытпау керек соны, менің ойымша. Бұл жерде жаңағы матриархат пен патриархатты бірге кездестіріп, екеуін достастыру ғой. Әйелдер жаңағы бір-бірін жамандамай, бір-біріне қасақана жасанды заттарды жасамай, дос болу
өйткені әйелдің қолдауы өте үлкен күш. Сондықтан да бұл жерде әйелдер бірігу керек деп ойлаймын. Екіншіден, кейінге оралатын болсақ, жаңағы патриархатты қатыгез формада қабылдамау. Әрине, өз жұмысыңды жасайсың, ер азамат ретінде өзіңді жетелейсің, бірақ дегенмен бұл жерде тек қана қатып қалған бір патриархаттың формасы жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде екі жақты келіс сөз болу керек. Және де оны жүзеге асыру үшін қыз да, ер адам да бір-бірін жақсы түсіну керек та, өз-өзін бірінші. Содан кейін жақсы керемет тарих болады. Мен ойлаймын, бұл жерде егер ішіндегі инь-янь энергиялары, ішіндегі әйел да, еркек та, ішінде бір адамның ішінде бәрі бар, осыны достастырып, ол арғарай да қарым-қатынасқа әрине басқа бағыт береді. Иә. Мысалы, жаңағы анимус деп айтып жатырмыз ғой. Егер ер адам ішіндегі әйел образын қабылдамаса, ол әрине қатыгез болады. Ол кәдімгідей бір жаны суық, бетбақ, бір қатыгез, қатал ер адам сияқты болып көрінеді. Егер ол ішіндегі идентификациясын тапса, ол сезімтал да болуы мүмкін. Сезімтал андай жұмсақ емес, бірақ әйелге деген мысалы құрметін көрсету. Кешіріңіз, мына жерде мен қатты айтып кетіппін деген сияқты бір сезімін білдіру ғой. Немесе бергел, бүйт, сөйт емес, кешір, мынау жақта бұлай болса күшті болар еді, сен жасай аласың ба деген бір сапалы қарым-қатынастағы диалогтардың формасы ғой. Мен сенемін сондай өмірге келетінімізді, шын айтамын. Өйткені мен ойлаймын, қазіргі кезде көз ашық, жандары ашық адамдар көп. Иә, Құдайға шүкір. Бұл бағдарламаның пайда болуы да соған итермелейді. Иә, мен ойлаймын, бұлдың бәрі бірге қолыстасып келе жатқан нәрселер. Сөйтіп Барбимізді аяқтайық, бұл киномызды. Мен бір ойым бар, күлдік те, жыладық та, бірақ аяқтағанда немен бастадық, сомен аяқтағым келеді. Осы сұрақ, Барбидің өмірі басқа жолға бұрылды, өзіне ол өлім туралы сұрақ пайда болды. Иә. Сол сұрақ өлім туралы ойлау, ол қалай? Мен ойымша ойлау керек деп ойлаймын, өйткені бәріміз бұл өмірде қонақпыз, сонымен қатар өмірде мәңгілік жоқ. Біз күнделікті бір қартаю, өлім процесінде жүрген адамбыз, сондықтан да мәңгілік жоқ, мәңгі нәрсе жоқ. Бұл деген шынайы өмірге деген көзқарастың белгісі. Объективно, объективті түрінде қараған кезде. Мен бір жерде естігем, мен өлім туралы ойлаймын, сондықтан шын өмірімді қатты жақсы көремін. Супер. Осымен аяқтайық, біздің бағдарламамыз солай аяқталады. Лайктарыңызды қойыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бізге өте қызық сіздердің ойларыңыз. Өйткені бізде сіз сияқты, сіздер сияқты ойланып, жауап іздеп жүрген адамдармыз. Иә, бүгінгі талқылау сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан да бізден алыстамаңыздар, келесі кездескенше. Солай.